Мектеп бітіргенімізге 10 жыл толған күн еді. Мен сол күні таңертең тұрғанда жүрегім бірде тыныш, бірде қатты соғып тұрды. 10 жыл өткен екен. 10 жыл бұрын біз мектеп қақпасынан шығып бір-бірімізге қош айтысып, әрқайсымыз өз жолымызбен кеткен едік. Ол кезде менің жүрегімде бір адам тұрған. Алғашқы махаббатым. Алғашқы рет қолын ұстаған, алғашқы рет ерін тигізген, алғашқы рет сені жақсы көремін деген сыныптасым. Оның аты Айман. Біз 9 сыныпта бір-бірімізді ұнатып қалдық. Ол маған күлімдеп қарағанда, менің ішімде бір жылулық пайда болатын. Біз бірге үй тапсырмасын жасап, бірге саябақта серуендеп, бірге киноға барып жүрдік. Сол кездегі махаббатымыз таза, аңғал, бірақ шынайы еді. Мектепті бітірген соң ол басқа қалаға оқуға кетті. Мен өз қаламда қалдым. Алдымен хат жазысып, кейін телефон соғысып жүрдік. Бірақ уақыт өте келе сөйлесуіміз сиреп, одан кейін бір күні мүлде тоқтап қалды. Өмір өз жолымен жүрді. Мен жұмыс істеп, өзімді тауып, бірнеше рет ғашық болып, бірнеше рет жүрегім сынып, ақырында жалғыз қалдым. Ол туралы естігенім де аз еді. Үйленген, балалы болған дегендей сөздер жеткен. Мен де оны өмірімнен шығарып тастағандай сезінетінмін. Бірақ кейде түнде жалғыз жатқанда оның күлкісі құлағыма келіп тұратын. Ал енді 10 жылдық кездесу. Мектеп директоры хабарласып, барлық түлектерді шақырды. Мен бармауды ойладым. Неге барсын? Сол кездегі достарымның көбі басқа қалада, кейбірі шетелде. Бірақ бір нәрсе ішімді тартып тұрды. Мүмкін Айман келер, мүмкін келмес. Бірақ мен барғым келді. Кешкісін мектептің үлкен залы безендірілген еді. Әуен ойнап тұр. Үстелдерде жеңіл тамақтар, сусындар, қабырғаларда ескі фотосуреттер ілінген. Мен кірген сәтте бірнеше дос таныдым. Құшақтасып, күліп, сен қандай өзгеріпсің деп айтысып жатырмыз. Біреулер отбасылы, біреулер әлі бойдақ, әңгімелер ағылып жатыр. Кім қайда жұмыс істейді, кімнің баласы бар, кімнің өмірі қандай өтіп жатыр. Мен күліп жауап беріп жүрмін. Бірақ көзім үнемі есікке қарайды. Ол келе ме? Сағат 8-ге таяғанда есік ашылып, ол кірді. Мен оны бірден таныдым. Шашы сәл ұзынырақ, жүзі сәл толырақ, бірақ көздері сол қалпында. Жылы, терең, бір түрлі жұмбақ. Қара көйлек киген, мойнында жіңішке алтын алқа, қасында ешкім жоқ, жалғыз. Жүрегім бір сәтте тоқтап қалғандай болды. Ол залды шолып мені көрді. Біздің көздеріміз кездесті. Ол сәл күлімдеді. Мен де күлімдеп, содан ол жақындап келді. Сәлем деді ол. Даусы әлі де сол жұмсақ, таныс дауыспен. Сәлем Айман. Құшақтастық, оның иығынан жұпар иіс шығып тұрғандай. Бірақ қолымыз әлі де бір-бірімізге қалғандай болды. Сен өзгермепсің дедім мен. Ол күлді. Сен де тек сәл еркек болыпсың. Әңгіме басталды. Біз бір-бірімізден сұрастық. Ол шын мәнінде үйленген екен. Бірақ 2 жыл бұрын ажырасқан. Баласы жоқ. Қазір өз қаласында жұмыс істейді. Өмірін қайта құрып жүр екен. Мен өзі өмірім туралы айттым. Жұмыс, жалғыздық, өткен махаббаттар. Біз ескі күндерді еске алдық. Сол кездегі мұғалімдерді, дос-жарандарымызды, бірге өткізген кештерді. Ол маған бірдеңе айтқанда күліп, менің қолыма тигізіп жіберді. Мен де оның қолын ұстап қалдым. Біздің арамыздағы қашықтық бірте-бірте жойылып бара жатқандай. Залда әуен өзгерді. Баяу ән. Біреулер вальс билей бастады. Мен оған қарап, билейміз бе деп сұрадым. Ол басын изеді. Біз би алаңына шықтық. Оның қолын ұстап вальс биледік. Біз баяу әнге вальс билеп жаттық. Мен оның
белінен ұстадым. Бір сәтте ол маған көзін көтеріп қарады. Көздерінде бір нәрсе бар еді. Өкініш пе, сағыныш па, әлде басқа бір сезім бе, білмеймін. Бірақ мен сол сәтте түсіндім. Бұл кездейсоқ емес. Би аяқталған соң біз үстелде қайтпадық. Мен оны сыртқа шақырдым. Мектептің артқы жағындағы ескі аулаға шықтық. Ауа салқын, аспан жұлдызды. Біз ескі орындыққа отырдық. Сол орындықта бір кезде біз отырып, бір-бірімізге махаббат туралы айтып жүргенбіз. Сені сағындым деп күтпеген жерден деп айттым. Ол үнсіз қалды. Содан мен де көп сағындым. Бірақ өмір өз жолымен жүрді ғой. Егер сол кезде бөлінбесекші деп сұрадым мен. Ол күлімдеді, бірақ күлкісінде мұң бар еді. Онда қазір басқаша болар еді. Бірақ біз осындамыз. Қазір осындамыз. Мен оның қолын ұстадым. Ол қолын тартпады. Бір-бірімізге қарадық. Ауа ауырлады. Мен оның бетіне жақындадым. Солайша алғашқы пересуіміз басталып кетті. Содан екінші, үшінші бір-бірімізді. Уақытты ұмыттық. Аулада ешкім жоқ. Тек біз екеуміз және өткен уақыттың жаңғырығы. Кейін біз мектептен шығып, оның көлігіне отырдық. Мен оны қонақ үйге алып бардым. Өзім тұратын жерге. Жол бойы сөз аз болды. Қолымызды бір-бірімізден ұстап алғанбыз. Қонақ үй бөлмесіне кіргенде есікті жауып бір-бірімізге қарадық. Сол сәтте ештеңе айтудың қажеті жоқ еді. Біз бір-бірімізге перісіп кеттік. Өткеннің бәрін сол сәтке сыйғызғымыз келді. Сол түні біз бір-бірімізбен ұзағырақ. Тек сол күннің өзінде бір түрлі тыныштық, бір түрлі толықтық бар еді. Бір-бірімізді ұстап, бір-бірімізді тыңдап, бір-бірімізді жылу сезіндік. Уақыт тоқтағандай. 12 жыл 2 жасөспірім емес, 2 ересек адам, өмірді көрген, жарақат алған, бірақ әлі де бір-біріне мұқтаж екі адам. Таңертең мен оянғанда ол жанымда. Мен оны бірнеше минут қарап жаттым. Содан ол көзін ашты. Біз күлімдедік. Сөзсіз ол қолын созып менің бетімді сипады. Бұл қателік пе деп сұрады ол. Ақырын мен басымды шайқадым. Жоқ, бұл қайтару сияқты. Біз таңғы асты бірге іштік. Кейін ол жиналып шығуға дайындалды. Есік алдында тоқтап маған қарады. Кездесеміз бе тағы деп сұрады. Мен күлімдедім. Иә, егер сен қаласаң. Ол да күлімдеді. Бұл жолы құшақтасу басқаша еді. Өткенді емес, болашақты сезіндіргендей. Ол кеткеннен кейін мен бөлмемде жалғыз қалдым. Терезеден қалаға қарадым. Тыныш жүрегім. 10 жыл бұрынғы жоғалған бір нәрсе түнде қайтып келгендей болды. Мүмкін ол қайтадан кететін шығар. Мүмкін біздің жолдарымыз қайта айырылатын шығар. Бірақ сол бір түн ол менің өмірімде мәңгі қалады. Мектептің ескі ауласындағы орындық, баяу ән, оның қолының жылулығы және сол түннің тыныштығы. Мен телефонды алдым, оның нөмірін сақтап қойдым. Содан хабарлама жаздым. Кеше үшін рахмет, сағындым. Жауап көп ұзамай келді. Мен де жақында сөйлесейік. Мен күлімдедім. Терезеден қайта қарадым. Күн шығып келе жатыр еді. Жаңа күн, жаңа мүмкіндік. Ал менің жүрегімде алғашқы махаббаттың жаңғырығы мен болашақтың үміті бірге тұрды. Сол күні мен түсіндім. Кейде өмір бізге екінші мүмкіндік береді. Тек оны ұстап қалу керек. Ал біз ұстап қалғандаймыз.